Ендеше осы керемет көңіл күймен бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақты пысықтап алайық. Осы интерактивті тақтадағы сұрақтарға жауап бере қойсаңыздар, құжатқа нұсқамалар не үшін қойылады деп ойлайсыздар? Иә, Имрат? Әдеби шығарма эссе жазу кезінде қойылады. Өте жақсы. Нұсқаманың неше түрі бар, анықтамасын айтыңыз дейді. Келесіне кім жауап береді екен? Келесі сұраққа, иә? Екі түрі бар. Біріншісі түсіндірме мәтін сілтеме тұрған бетте орналасатын қарапайым нұсқама, екіншісі түсіндірме мәтін құжаттың таңдаудың соңында орналасатын соңындағы нұсқама. Басында және соңында болады. Одан кейін нұсқаманы қою үшін қандай батырмаларды басу керек дейді? Ставить сноску. Ставить сноску деген батырмаға өте жақсы жарайсыз. Төртінші, нұсқаманы кірістіру мен соңғы нұсқаманы кірістіру командаларының қандай айырмашылығы бар? Құжаттың ішіндегі объектіні өзгерту және құжаттың ішіндегі объектінің орналастыру. Өте жақсы жарайсыз. Өте жақсы оқушылар енді тақтаға назар аудара қойыңыздар. Байланыстыр деген тапсырма, яғни бүгінгі сабағымыз бойынша байланыстырып көріңіздерші. Бүгін қандай тақырыпты өтеміз осы не байланыстыр осы суреттерді? Сосын бірінші желі деп тұр, желі одан кейін сілтеме, гиперсілтеме, сосын сонда бүгінгі сабағымыз өте жақсы. Яғни бүгінгі сабағымыз гиперсілтемені және оны практикалық тұрғыдан қолдану. Сабақ тақырыбын жазып алайық дәптеріңізге. Бүгінгі сабағымыздың оқушылар оқу мақсаттары 6-2-2-1 сілтемелерді ұйымдастыру, гиперсілтемелер, мазмұны, тақырыптар, түсіндірмелер, және де 6-4-2-3 авторға сілтеме жасайтын ақпаратпен ілестіру. Және де сабақтың негізгі мақсаттары гиперсілтеме ұғымына анықтама береді, бір құжаттан өзінді басқа құжатқа көшіреді, және де құжат ішінде бір беттен екінші бетке жылдам ауысатын гиперсілтеме кірістіру командаларын қолданады. Тақырып жазып алдық па оқушылар? Өте жақсы, жарайсыздар. Енді жалпы гиперсілтеме деп отырғанымыз оқушылар кең көлемді ақпарат беруді жұмыс жасаған кезде ол белгілі бір ақпаратты тауып алу үшін бізге осы гиперсілтеме керек. Енді практика жүзінде жалпы гиперсілтемені қалай қолдануға болатындығын білу үшін келесі бейнематериалға назар аударыңыздар. Ең әуелі нұсқаптарға барамыз. Одан кейін гиперссылка батырмасын басамыз. Сол кезде дәл осындай гиперсілтемелерді кірістіру сұхбат терезесі пайда болады. Гиперсілтемені құжатқа кірістірудің 4 түрі бар. Біріншісі, ерекшеленген объектіні сыртқы файл немесе веб-бетпен байланыстыру. Одан кейін екінші, ерекшеленген объектіні құжаттың ішіндегі екінші бір орынмен байланыстыру. Келесі үшінші, ерекшеленген объектіні жаңадан құрылатын құжатпен байланыстыру. Одан кейін ерекшеленген объектіні электронды поштамен байланыстыру. Мысалы, мәтінді құжатта принтер сөзі кездесті делік. Сөзді ерекшелеп аламыз. Осы тақырыптағы басқа файлмен немесе сондай деректерді қамтитын интернеттегі сайт адресіне гиперсілтеме орнатып көрейік. Ол үшін біз тапқаның ішіндегі гиперсілтемені шертеміз. Сол кезде осындай гиперсілтеме кірістіретін сұхбат терезесі ашылады. Енді принтер сөзін браузердегі веб-бетпен байланыстырып көрейік. Ол үшін браузерге оралып, осы жерден сілтемені көшіріп аламыз. Және қайтадан Word бағдарламасына оралып, мына адрес жолына жаңағы көшірілген сілтемені қоямыз. Және ОК батырмасын басамыз. Енді байқасаңыздар, гиперсілтеме берілген сөздің түсі негізгі мәтіндегі түсіне қарағанда басқа түске ауысады. Енді мәтіндегі гиперсілтемені іске қосу үшін Ctrl батырмасын басып тұрып, принтер сөзін тінтуірмен, яғни тінтуірдің сол жақ пернесімен шертеміз. Сол кезде автоматты түрде жаңағы қойған сілтемемізге алып барады. Яғни қандай батырманы басуымыз керек екен оқушылар біздер? Ctrl. Жоқ, гиперсілтемені қою үшін қай батырманы басуымыз керек? Ставканы сосын? Гиперсілтеме. Неше түрі бар дейді?
тапсырма болады. Яғни сіздерді Фатима балдық жүйеме бағалап отырады. Үй тапсырмасын орындау, топтық жұмыста белсенділіктеріңізді және жұптық жұмыста, жеке жұмыста белсенділіктеріңізді бағалап отырады, топ басшысы ретінде. Сол себептен жасаған жұмыстарыңызды топта белсенділіктеріңізді танытып, үй жұмыстарды орындасаңыздар да, мына топта бізде Амираға орындатып көрсетіп отырасыздар. Жақсы ма? Сіздерді Амира бағалап отырады. Енді оқушылар осы алған мәлімет бойынша топтық жұмыс орындай қояйық. Сіздерге қазір ақпаратпен бөліс әдісі арқылы топтық жұмыс беруге өттік. Бірінші топқа өте гиперсілтеме дегенімізіне, гипермәтін дегенімізіне осы ақпаратыңызбен келесі топпен бөлісесіздер. Екінші топқа өтейік. Гиперсілтеме дегеніміз не? Гиперсілтеме құжаттың өзіндегі әрі сөз сөйлем, абзац немесе графикалық объектілердің біріне сілтеме беретін гипермәтіндік құжат. Гипермәтін дегеніміз не? Гипермәтін құрылымы гиперсілтемелер көмегімен ұсынылатын құжаттар. Өте жақсы. Екінші топқа сынап қойыңыз ақпаратыңызды. Ал екінші топта ақпараттарыңызбен бөлісе қойыңыздар. Бірінші топпен. Гиперсілтемені қою үшін қандай командаларды орындау керек? Бортта гиперсілтемені іске қосу үшін кірістіру гиперсілтеме командаларын орындаймыз. Гиперсілтеменің кірістіру командалары. Командалар орындалғанда вставка, гиперссылка, сұхбат терезесі пайда болады. Гиперсілтеменің 4 түрі бар. Олар файл және веб-беттер, құжат орындары, жаңа құжаттар және электронды пошта. Өте жақсы, жарайсыздар. Бере қойыңыз бірінші топқа. Вен диаграммасы. Бұл жерде сілтеме мен гиперсілтеменің ұқсастығымен айырмашылығын талдау жасау керексіздер. Жұптасып, иә. Бұл тапсырма дескрипторы мәтінді редактордағы сілтеме мен гиперсілтеменің ұқсастықтарын анықтай алады, және де сілтеме мен гиперсілтеменің айырмашылықтарын ажырата аласыздар. Бастай қойыңыздар тапсырманы. Жұптық жұбыңызбен бірге орындаңыз. Дәптерге жазайық, жұбыңызбен бірге. Дәптерге жұбыңызбен бірге. Жұппен бірге орындаймыз. Айрат. Сілтеме мен гиперсілтеменің ұқсастығы мен айырмашылығын талдау жасайсыздар. Гиперсілтеме графикалық объектілердің біріне беретін гипермәтіндік құжат. Екеуінің ұқсастығы екеуі де көп көлемді ақпарат алуға көмектеседі. Ал сілтеме дегеніміз ол сілтеме арқылы біз басқа бір құжатқа кіре аламыз. Басқа бір сайттарға, құжаттарға кіруге мүмкіндік аламыз, иә? Қолжетімді етуге өте жақсы жарайсыздар. Енді барлықтарыңызда да осылай жазылды ма оқушылар? Өте жақсы. Енді Фатима мына жерде Амира бағалап отырыңыздар, иә? Жұптық жұмысында жасаған оқушыларды бағалап отырыңыздар. Енді оқушылар, жеке жұмыс, оқулықпен жұмыс бізде практикалық тапсырма орындаймыз. Оқулықтарыңызда 113-ші бетті аша қойыңыздар. Практикалық тапсырма бұл жерде мәтінді редакторды іске қосуды білетін боласыздар. Мәтінді редакторда мәтін жазалатсыздар және гиперсілтеме кірістіру командаларын пайдаланасыздар және де құжатты өз атауымен сақтап үйренетін боласыздар. Осы практикалық жұмыс арқылы, яғни бұл біздің дескрипторымыз тапсырмамыз. Ашып 113-ші бетті практикалық тапсырма орындай қойыңыздар. Иә, ноутбук ашып практикалық тапсырма орындай қойыңыздар.
оқушылар Амира мен Фатимаға бағалы нелеріңізді көрсете қойыңыздар. Практикалық тапсырмаларыңызды, сілтеме жасағандарыңызды көрсетіп жібере қойыңыздар. Амира, топты бір қарап шығамыз. Фатима, сізде тобыңызды қарап шығамыз. Сілтемен барлықтарыңыз қойылды ғой да, бағасын қойып шыға қойыңыз. Жақсы, өте жақсы болды, қара топ. Енді оқушылар бүгінгі өткен тақырыбымызды бекітіп алайық. Ол үшін сіздерге қазір QR-код беремін. Осы QR-кодты сканировать ету арқылы сіздер тапсырманы орындайсыздар. QR-кодтағы тапсырманы орындай қойыңыздар. Сканерде басыңыздар. Оқушылар, біріншісі қайсысы? Файлы веб-страницы деп ол. Қайсысы таңдайсыз? Ерекшелікке объектіні сыртқы. Солай таңдаңыздар ма? Жақсы. Келесі место в документі дейді. Оған қайсысын таңдайсыз? Ерекшелікке объектіні құжаттың ішінде екінші бөліммен байланысты. Жақсы, солай деп белгілейік. Одан кейінгісі? Ерекшелікке объектіні өте жақсы. Одан кейінгісі? Дәл солай белгіледіңіздер ма? Ал тексерейік. Өте жақсы, барлықтарыңыз тапсырманы дұрыс орындаған екенсіздер. Енді оқушылар, бүгінгі сабағымыз бойынша Фатимамен және де Алинадан сұрай қояйықшы. Қандай баға қойдыңыздар топ жетекшілеріңізде? Тұрып орындарыңызды айта қойыңыздар. Барлық жалпы балды айта қойыңыз, тобыңыз бойынша. Кезете қойыңыз. Фатима, сізде дайын ба? Жалпы балды тұрып айта қойыңыз. Барлық балада. Айғабыл Нұрасы 9 балл, Қанатыл Ералы 9, Оралбек Нұрасыл 9, Нұрболат Наргиз 9, Нұрсұлтан Абылай 10, Суисенов Фатима 9. Өте жақсы, жарайсыз. Келесі. Айғабыл Нұрасы 8, Қанатыл Ералы 8, Мақсот Ескендір 9, Мендешев Мұрат 9, Назарова Назерке 8, Нұрболат Наргиз 8, Нұрсұлтан Абылай 9, Салалбек Саят 9, Суисенова Фатима 8, Сүлеймен Базар 8, Амангелді Эмили 8. Осы өзіңіздің тобыңызды, Енді оқушылар, Ментиком сілтемесіне өтіп, бүгінгі сабағымыз бойынша кері байланыс бере қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыз бойынша сіздер бәрін өте жақсы түсіндіңіздер ма, жақсы түсіндіңіздер ма, және қайталауларыңыз керексіздер ма? Кері байланыс жасай қойсаңыздар, қазір сіздерге WhatsApp группаға жібердім. Бір оқушы бәрін өте жақсы түсіндім дейді, жарайсыздар. Жақсы түсіндім дейді, өте жақсы. Үстінен басасыз. Басайық тездетіп. Бәрін өте жақсы түсіндім дейді. Бүгінгі үйге тапсырма ала қойыңыздар. Үйге 146-шы беттегі үй тапсырмасын орындау. Осымен